Жақсы демалыс туралы айтып қалдыңыздар. Демалыстарыңыз қалай өтті? Ата-аналарыңызға қалай барып қайттыңыздар? Жеке-жеке айтсаңыздар. Балықты жасаған үштерім жеп қайттың ба көп? Мен Қостанайда болдым. Қостанайдан болардың алдын мен Көкшетауда болдым. Көргенім Қостанайда, білгенім таң қалдырғаны Қостанайда игіліздар көп екен. Тек Қостанай емес, Рудныйдан және тағы қасында қалалар бар. Сол жерден игіліздар шынымен де көп екен. Олар сұрап жатыр, барлық айтылғанды. Қостанайға келсе екен деп. Әрине, болашақта болады оның бәрі. Қостанайға келеміз. Қостанайға барған өте қуаныштымын. Үйде болдық. Қонақтар күнде кешке 5 бармақ. Салмақ қос кетті. Мен күтпедім тоже. Ойшым игіз көп екен. Мені оятады қайтайды. Неше күн, 5 күн бойы мені үйге келіп есік соғып, есікті айқалап, үйдегілер мен анам түсінбей қалып, үйде жүгіріп не істеймін деп мені оятып. Сөйтіп 5 күн бойы мені таңертең оятып тұрды. Өте жақсы болды. Күшті болды. Мен ойламадым менде атырауда игіздар көп деп. Сен сол мен айтып барсам, достарымды көріп қайттым, бәрі үйленіп алған десең. Мен достарымды көріп қайттым, класстастарымды көрдім. Көбіне солай, игіліздар бізде де көп екен. Бір таңғалған. Өткен жоқпын негізі қатты. Қожарда, жақсы болды. Балақай? Мен Астанада игіліз көп екенін білем. Сондықтан үйде отырмын. Үйде мамамның қасында, әкемнің қасында әңгіме айтып, шай ішіп, бауырсақ жеп. Мен де неге шығатын сыртқа. Балалардың барлығы шеге барған жерлер салқын болыпты да оларда. Бізде сол күні Алматыда қатты ыстық болды. Қатты ыстық болды, иә. Қостанайда жаңбыр болды еді. Соншалықты ыстық болды, үйдің ішінде де сақтап отырдық. Соны білетін шығар. Сол себептен иә мен үйде болдым. Шырақты бойды жаттым. Иә, ұйықтадым. Болды. Демалдым. Демалдым.